Бүгін шамалар арасындағы тәуелділіктің кестемен берілуіне тоқталатын боламыз. Осының алдындағы тақырыпта біз шамалар арасындағы тәуелділіктің формалармен берілуін қарастырған болатынбыз. Бүгінгі тақырып бізде оқулығымыздың 152-ші бетінде кестемен берілген жағдайын қарастыратын боламыз. Сонымен бірінші есеп, құбырдағы судың өнімділігі, яғни минутына 1,5 метр куб су ағатын құбырдың көлемі мен ағу уақыты судың Т арқылы берілген. Бізде екі айнымалы бар, көлем және уақыт. Сол айнымалар бойынша біз кесте құрып көрейік. Бірінші Т бізде минут, ал көлем бізде метр куб. Енді 0 уақыт 0 минутта, яғни әлі ешқандай уақыт болмаған жағдайда, одан 1 минутта, 2 минутта, 3 және 4 минутта, 5 минутта уақыттың өзгеруіне байланысты жаңағы ағатын судың көлемі, құбырдан ағатын судың көлемі қандай болады, соны қарастырып көрейік. 0 болса уақыт, ол кезде әлі басталмады, яғни құбыр әлі ашылмады, ол кезде ағатын суда жоқ деген сөз. Ал біз білеміз минутына 1,5 метр куб ағатынын. Онда 1 минутта 1,5 метр куб, 2 минутта қосамыз 3, ал 3 минутта 4,5, 4 минутта 6, 5 минутта 7,5 метр куб су ағады. Осылай әрбір минуттардағы құбырдан ағатын судың көлемін тауып алдық. Міне, енді бізден сұрақ, құбырдан осындай жұмыс өнімділігімен 3 минутта қаншалық су ағады десе, бірден кестеден қарап айта аламыз. 3 минутта 4,5 метр куб су ағады деп. 5 минутта 7,5 метр куб су ағады деп, кестеден кез келген мәнге байланысты біз тауып бере аламыз. Бұл жерде екі айнымалы, уақыт және көлем. Уақыт бізде тәуелсіз айнымалы болып тұр, көлем соған тәуелді болғандықтан тәуелді айнымалы болып тұр. Енді біз өткен тақырып бойынша дәл осы тақырыпқа көлемнің уақытқа байланысты, уақытқа тәуелділік формуласын тапсақ, онда бұл есепте көлем дегеніміз тең 1,5 өнімділікпен көбейтіп тұрмыз Т уақытты. Яғни тәуелділік формуласы бізде, көлем табу формуласы осы болып тұр. Өткен тақырыптағы формуламен берілу, біз осы кесте, дайын кестені құрып алғаннан кейін, осы кестелердің әрбір қадамына байланысты. Бірінші баған, қадам деген, ол бірінші бағандағы қатар тұрған екеуінің айырмасы, 2-ден 1 азайсаң 1, 3-тен 2 азайсаң 1, яғни осы кестенің қадамы 1 болып тұр. Сондай қадамдармен, бірдей қадамдармен беріледі да тәуелсіз айнымалы. Соған сәйкес тәуелді айнымалылардың мәні шығады. Бұл бізде тәуелділіктің кестемен берілу тақырыбы. Бір комбайнның жұмыс өнімділігі берілген. Сағатына 2 гектар жер жұмыс жасай алады. Комбайн егін оралады. Ал уақыт мезеті 9-дан 14-ге дейінгі сағат аралығындағы комбайнның істеген жұмысының көлемін тап деген есеп. Ондай болса, бізде тағы да екі айнымалы Т уақыт және көлем аға қатысты. Соған қатысты бізге жаңағы айнымалылардың тәуелділік графигін сал деген. Сонымен кестесін. Сонымен бізде уақыт Т, бұл жерде бірлік бізде сағат. Ал көлемі жұмыстың ол А мен бірлігі гектар. Сонымен уақыттарды бірінші жазбайық. 9 сағат, 10 сағат, 11, 12, 13 және 14 сағаттағы, әрбір сағаттағы бізге жұмыстың көлемін тап деген комбайн. Ондай болса, біз алдымен жұмыс өнімділігі сағатына 2 гектар, соны ескерсек, 9 сағатта, ол әр сағат 2 гектардан болса, 9 сағатта 18 гектар, 10 сағатта 20 гектар, 2-ні қосып отырсақ та болады, 22, немесе 2-ні сандарға көбейтіп отырсақ та болады. Сонымен 24,
26 13-те 14-те 28 гектар жаңағы комбайнның жұмыс көлемі. Осыншама. Мысалға енді сұрақ, 11 сағатта комбайн қаншақты жерді жаңағы шөбін жинап алады? 22 гектар жердің 14 сағатта 28 гектар жердің шөбін кеседі. Сонымен бұл бізде тәуелділік графигі болды. Айнымалы тағы да екеу уақытқа байланысты жұмыстың көлемі өзгеріп жатыр. Сондықтан бұл жұмыс көлемінің уақытқа тәуелділік кестесі. Енді осы кестеге жұмыс көлемінің уақытқа тәуелділік формуласын құр десек, біз тағы да құра аламыз. Онда жұмыс көлемі тең болып не істедік? Әрбір уақытты біз 2-де жұмыс өнімділігіне көбейтіп бердік. Сондықтан 2 бізде тұрақты шама, көбейтіп бердік уақытты 2-ті. Сонда бізде жұмыс өнімділігінің уақытқа тәуелділік формуласы былай шығады екен.